мысық неге тамақ ішкен соң жуынады деген ертегіні оқып берейін. Күндердің күнінде бір торғай ұшып кеп бір шаруаның қорасына қонады да шашылған дәндерді теріп жей бастайды. Мұны көріп қожайынның мысығы бір мүйістің тазасында тұрып ториды. Аңдып отырған мысық бір мезетте шаршып барып торғайды бас салады. Қанатынан қапсыра тістеп тұрып, енді бір жақсылап тоятын болдым дейді. Ей мысық мырза, ұялсаңшы, жуынғанды ұмытып барасыз ғой өзі. Өзіңіздің қожайыныңыз да оның әйелді жуынғаннан кейін барып тамақ жейді дейді торғай. Оның да дұрыс екен-ау деп мысық жақсылап жуынып сүртініп үшін алдыңғы аяғын тұмсығынан апарады. Сол кезде торғай ұзақ ойланып жатпай жалт береді де қанатын қағып ұшады да кетеді. Мысық ыза болып, содан бері қарай мысық атаулы тамақ жегеннен кейін жуынатын болған екен.